Саламатсыздар ма? Менің атым Тайыр Нұрпейісов. Бұл TestMe каналы. Және де бүгін математикадан ұбытуға дайындалу барысында біз кеспе мен құймаларға байланысты есеп шығарамыз. Есептің осы түрі ұбытуда жиі кездеседі. Есептің берілгені видеоның астына жазылған. Енді есептің шешуіне көшейік. Берілгені бойынша есепте екі құйма берілген. Темір мен мыстың қосындысынан. Яғни сурет жүзінде солай салайық. Айталық, мынау бірінші құйма дейік. Бірінші құйма. Мынау екінші құйма болсын. Екеуі де мыс пен темірдің қоспасынан тұрады. Яғни құйманың бір бөлігін мыс әріппен мыс деп, екінші әріппен т деп белгілейік. Есептің берілгені бойынша бірінші құймада мыстың массасы бүкіл құйманың массасынан 40% құрайды. Екінші қоспада 32% құрайды. Әр құйманың массасын анықтау керек. Егерде келесі белгілі болса, екі құйманы қосып алғанда, үшінші құйманың массасы үшінші құйманың массасы 8 кг болды. Және де оның құрамындағы мыстың пайыз бөлігі 35%. Есептің берілгені бойынша бізге бірінші құйманың және екінші құйманың массасын табу керек. Яғни x деп бірінші құйманың массасы деп белгілейік, ал y деп екінші құйманың массасы деп белгілейік. Есептің бергені бойынша осы екі құйманы қосып бірге араластырады. Сөйтіп 8 килограммдық қоспа алады. Яғни бірінші қоспа мен екінші қоспаны қосқанда құйма бізде 8 килограмм, нәтижесінде 8 килограмм үшінші құйма пайда болады. Енді есептің бергені бойынша бізге белгілі 35% 8 килограммнан ол мыс екені. Осы құймада мыс қалай пайда болды? Яғни біз бірінші құйманың 40%-ын мыс алсақ, және де екінші құйманың 32%-ын мыс деп алсақ, онда біз массасы 8 килограмм бар құйманың 35%-дық мыс аламыз, есептің бергені бойынша. Соны енді теңдеу жүзінде жазайық. Y қоспасының, екінші қоспадан массасы Y, оның 32%. Соған қосамыз X килограммнан 40%, яғни 0,4. Осы мыс енді үшінші қоспадағы мыстың салмағына тең. Яғни біз теңдеу жүйесін алдық. Теңдеу жүйесінде екі белгісіз бар, және де екі теңдеу бар. Егер де белгісіздер саны теңдеу санына тең болса, онда теңдеуді шешуге болады. Басқа жағдайда, егер белгісіздер саны теңдеу санынан көп болса, онда есептің берілгені бойынша теңдеуді шешуге болмайды. Теңдеуді шешуге кірісейік енді. Алдымен сізге беретін нұсқауым, мысалы, x пен y-дің алдында бөлшек сандар тұр. Яғни осы бөлшек санды есепті тез шешу үшін бүтін санға келтіру керек. Ол үшін теңдеудің екі жағын 100-ге көбейтейік.
Бірінші теңдеу бізде сол қалпымен қалады. 8. Екінші теңдеуді 100-ге көбейтсек, 0,4-ті 100-ге көбейтсек 40. X қосылған 0,32 көбейтілген 100, 32 Y тең болады 0,35 көбейтілген 100, 35 көбейтілген 8. Енді есепті тез шешу үшін біз бірінші немесе екінші теңдеуді x-тің алдында тұрған коэффициентті бірдей санға келтіреміз. Ол үшін 40-қа көбейтейік. Үстіңгі теңдеуді 10 және сол жағын. 40x қосу 40y тең болады 8 көбейтілген 40, 320. Астыңғы теңдеу ес күйінше қалады. 35 көбейтілген 8 тең болады 280. Ал енді осы бірінші теңдеуден екінші теңдеуді алып тастайық. 40x қосу 40y алынған 40x қосу 32y тең болады 320 минус 280, ол 40. Жақшаны ашайық. Жақшаны ашқан кезде 40x қосу 40y алынған 40x алынған 32y болады. Яғни осы 40x пен осы 40x жойылады. 40y-тан 32y-ті алсақ, 32y-ті, онда ол 8y болады. 8y тең болады 40-қа. Y тең болады 40 бөлінген 8, ол тең болады 5 кг. Мінекей осылай, осындай түрдегі есептерді тез шешуге болады. Y-тің мәнін біліп, біз X-тің мәнін өте тез анықтай аламыз. X қосу 5 тең болады 8. Яғни X-тің мәні 8 алынған 5 3-ке тең. X тең болады 3 кг. Яғни тестта осы жауабы бірінші қоспаның массасы 3 кг, екінші қоспаның массасы 2 кг берілген жауапты белгілеу керек. Мұндай жағдайда әрдайым жауаптың дұрыстығына қарау керек. Мысалы, бір жауапта А дейік, Y тең болады 5 кг, X тен 3 кг десе, бұл жауабында Y тен 3 кг, X тен 5 кг деу мүмкін. Бірақ біздің дұрыс жауап алғанымыз осы. Сондықтан белгілеген кезде назар аударыңыздар. Рахмет. Біздің каналға жазылыңыздар. Бізбен бірге ұбт-ға дайындалыңыздар. Сау бол.